Сәлем достар, бүгін біз Binance биржасынан P2P арбитражын үйренетін боламыз. Барлығымызда осылай верификация өту қажет. Верификация өтіп болғасын P2P торговля деген жерге кіреміз. Верификация жасауда алдыңғы видеодан қарасаңыздар болады. Дәл осылай шығады. И аст жақта осы стрелканы басамыз. Барлығын оқып шығамыз, өзімізге керек. Мына жердің барлығын оқып шығамыз. И далее пройти тест дегенді басамыз. Так, мына жерді басамыз. Өзімізге мына жердегі видеоны қарап аламыз. И X кнопкасын басамыз. Қараңыздар, мына жерде сіздер өздеріңізге электронный доллар сатып алсаңыздар болады, және сатып жіберсеңіздер болады. Сату яғни өздеріңіздің кәсіпкерлеріңізге қарай ақшаны шығара аласыздар, Так, мына жақтағы кісілердің барлығы обменниктер, яғни олар керісінше продать деп біз ақша шығарып жатқанда олар сатып алады. Арзанға міне 459-дан мысалға сатып алады. И купить деп біз сатып алатын болсақ, олар сатады. 459-дан сатып алады. И 460-тан сатады. 460-та 76-тан. Сонда 1,5 теңге спред болып тұр. Спред деп айтады, айырмашылық болып тұр. Енді біз дәл қазір осы кісілер секілді қалай біз обменник боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен өзіміздің ақшамызды дайындап алуымыз керек. Менде әзірге ақша жоқ, сол себепті сіздерге тек қай кнопкалерді басу керек, қалай істеу керек, соны көрсетемін. Осы жерде үш точканы басамыз. Үш точканы басқасын мына жерде режим объявления дегенді басамыз. Так, подтвердитті басамыз. Міне біздің астыңғы бөлікке объявление режим ашылды. Осы жерден міне профиль дегенге басамыз. Профиль дегенге басамыз. И бізде дәл қазір транзакцияда 30 күннің ішінде 0 көрсеткіш, яғни ешқандай мен алып сатқан жоқпын. Алып сатқанда просто так купить етіп и ақшамды өз шығарым керек. Солай жасап 30 күннің ішінде примерно бір 15-20 немесе 30 сделкаға дейін жеткізуіміз керек. Содан кейін барып біз мынандай обменник бола аламыз. Мысалы Happy Money 24/7 деген секілді жұмыс жасай аламыз. Ол үшін біз мынаны 30 сделкаға жеткізу үшін осы жерден сатып аламыз. И қайтадан өзіміздің кәсіпкерімізге немесе халық банкімізге қайтадан сатып жібереміз. И солай мына жердегі профильдегі транзакция санын 30-35-ке дейін жеткізіп, сәл көп те болса ашылады. Одан кейін бұл 30-ға дейін жеткізгесін, осы жерде 30-ға жеткізгесін. Міне аст жағында объявление деген бар. Объявлениеден кәдімгі бос кісілер секілді бізде алып сатамыз. Подтвердить аутентификатор дейді. Бізге Google аутентификатор қажет. Ол үшін біз
Google аутентификатор дегенді Play Market'тен тартып алуымыз қажет. Менде бар уже. Google аутентификатормен. Яғни бізге қазір Google аутентификатор жаса деп тұр. Мен мына жерді басамын. Так, міне екі аутентификатор таңда деп тұр. Бізге Google аутентификатор таңдаған ыңғайлы. Так, осының үстінен басамын. Сіздерде жоқ болатын болса, осыны скачать етіп аласыздар. Және ссылка дегенді басамыз. Мына жерде инструкциясын барлығы көрсетілген, қалай жасау керек екенін. Міне бірінші скачать етіп аламыз. Google аутентификатордан кейін жаңағы ключін скаберт етіп аламыз, 16 сандық ключті. И сосын барып бұл жерде андай 6 цифрлық постоянно беріп отыратын код беріліп тұрады. Вот соны точерге қоямыз. Пропустить дегенді басамыз. Мен жаңағы 16 сандық деп атқаным мына осы. Осыны көшіріп аламыз, копировать деп басып. Міндетті түрде осыны сіздер скриншоттап алыңыздар. Скриншотталмайды, яғни өздеріңіз екінші қосымша телефон болса, телефонмен түсіріп алыңыздар беттен. Себебі телефондарыңыз ертең жоғалып қалған жағдайда осымен қайтадан Google аутентификаторға кіре берсеңіздер болады. Копировать етіп алдым. И Google аутентификаторға кірем. Добавить деген кнопканы басамын. Мына жерде екі несі тұр. Жаңағы QR кодты скриншоттап алсақ болады, сканерлеп. Екіншісі 16 сандықты жазсақ болады. Мен көшіріп алдым. Мына жерге Binance деп жазып қояйын. Binance 02 деп қоя салайын. Тек осы жерге жаңа көшіріп алғанда үстінен бастырып вставить етеміз. И мен добавить кнопкасын басамыз. Не сейчас дей салайын. Міне, менде Binance 02 деген тұр. Осының үстінен басамыз. Міне, әр 1 минут сайын осылай ауысып отырады. Мына жерде уақыты тұрады. И мына жердегі цифра 6 сандық коды постоянно ауысып отырады. Бұл бізге не үшін қажет? Бізге жаңағыдай адамдармен сауда-саттық жасаған кезде осы 6 сандық код телефонға и Gmailға келіп отырады. Солардың ішінде осы Google аутентификаторда бар. Осыны да жазамыз. Binanceға кіреміз. Ссылка дегенді басамыз. Міне, мына жерде Google аутентификатордың жаңағы 6 санын жазамыз и Gmailға келетін 6 сандық кодты жазамыз. Бірінші отправить код деп басып Gmailға келтіріп алайық кодты. Gmail почтама кіремін. Binance'дан Google аутентификатор, двухфакторный аутентификаторға привязка жасайсыз ба деп келіп тұр. Көшіріп алдым, мына жерге қоямын, вставить етемін. Енді мына жерге Google аутентификаторға кіремін. Үстінен басып тұрсам, көшіріледі өзі. Көшіріп алдым. И Binanceға кіремін да, мына жерге вставить етемін. Отправить кнопкасы мына жерге басамын. Міне, біздікі уже Google аутентификаторымыз болды. Енді арт жаққа қарай шығып кетемін. Арт жаққа шығамын, міне. Мына жерде жаңа объявление деген кнопканың үстінде міне опубликовать деген кнопка бар. Яғни біз
жаңағыдай арзанға алып қымбатқа сатамыз деген сөз. Және мына жерде осында бір елдерге P2P арбитраж недоступны деп тұр. Енді бізге жаңағы верификациядан өттік. Енді SMS аутентификация дейді. Яғни біздің телефон номеріміз. Осы жерге өзіміздің телефон номерімізді енгіземіз. Подтвердить кнопкасын басамыз. Мына жерде енді үшеуі шығып тұр. Біріншісі телефон, екіншісі Gmail, үшіншісі Google аутентификатор. Номерге келу үшін отправить кнопкасын басамыз. Және Gmailға да отправить кнопкасын басып қоямыз. Екеуіне де. Так, SMS код келгенше күтеміз. SMS код келді, 185-305 дейді. 185-305. Gmailға кіреміз. Gmailға кіргенде міне бізге SMS келіп тұр ең бірінші. Осы жердегі міне кодты көшіріп аламыз. Копировать еттік. Свернуть етіп, Binanceға кіріп, мына жердегі вставить етеміз. Енді Google аутентификатор. Google аутентификаторға кіреміз. Так, міне. Google аутентификаторға кірдік. Binance 02 деген үстінен бастым, көшіріп алдым. Енді свернуть етіп, Binanceға кіремін. Міне осы жерде вставитті баса саламын. Түсті код и отправить дегенді басамын. Міне екеуі де болды. Біріншісі верификация өткен паспортпен, екіншісі SMS аутентификация өттім. Енді X кнопкасын басамыз. Так, міне опубликовать басамыз. Мына жерде жаңа көрдіңіздер ғой. Әрбір обменниктің өздері бір аттар қойып алған, сол жер сіздерге де шығып тұрады. Мысалы, мына жерге мен Джостер деп қояйын. Подтвердить. Жоқ, Джостер емес. Шерали инвест деп қойшы. Инфо деп қояйын. Подтвердить кнопкасын басамыз. Міне біздің никнейміз профилден көреміз. Шерали инфо деп уже ауысып тұр, е. Мысалы, біз қазір көрейік та. Главныйға кіреміз. Міне. Мысалға, мына жердегі кісілерді көріп тұрсыздар, е. Лук 3756 деген, RRM деген секілді. Біздікі де Шерали инфо деп тұрады. Жаңағы объявлениеге кірейік. Объявление кірдік, опубликоватты басамыз. Міне осы жерде сіздер купить деген жер, яғни сіздер қазір объявление жібересіздер, жаңа кісілер секілді. Купить деген жерге басып, и осы жерге сіздер өздеріңіздің монетаны қаншадан алатындарыңыз. Яғни мына жерде купить деп тұр. Яғни сіздердің объявлениелеріңіз. Көрсетемін. Главныйға кіремін. Бізде купить деп тұрған жерде объявление, мына жақта продать деген жерде сіздің атыңыз тұрады. Яғни сіз осы жаққа объявление бересіз. Объявление кірейік. Опубликовать басамыз. Міне жаңағы кісілердікі 459-дан сатып алып отыр, дұрыс па? 459-да 10 деген сияқты, 10 цент деген секілді. И міне
далее деп басасыз и ары қарай сіздің объявлениеңіз біріншіден объявление деген жерде мына жерде тұрады сіздің жаңағы. Екіншіден главный деген жерде сіздің ценаңыз қанша болып тұр и сол жерде жаңағыдай көрініп тұрады. Әрине ең бірінші начте профильдегі жаңа транзакцияны 20-30-40-қа дейін жеткізсеңіз объявлениеде сізге объявление беруге рұқсат береді. Әзірге оған дейін рұқсат берілмейді. Тағы да бір айтып кететін нәрсе, мына жерде мерчант деген нәрсе бар, галочканы көріп тұрсыздар ғой. Мерчант деген нәрсе бар. Қазір сіздер простой болып көрінесіздер. Простой болып көрінесіздер, өйткені сіздерде мерчант жоқ. Мерчанттың жаңағыдай бұл жерде не қатысы бар деп тұрсыздар ғой. Мерчант сіздер простой болсаңыздар, яғни күніне бір-ақ рет жаңағыдай сата аласыздар, және Т1 деген нәрсеге түседі, блокқа түседі 24 сағатқа. Екінші сататын болсаңыздар 24 сағаттан кейін сата аласыздар. Ал мерчант алатын болсаңыздар бұл жерде ешқандай блокқа түспейді. Ал мерчантты алу үшін ең бірінші мына жерде артқа шығып адамның үстінен басамыз и верификация. Осы жерде басамыз. Верификация деген тағы басамыз. Мына қараңыздар, осы жерде бірінші рет верификацияны өттіңіздер, жаңа өздеріңіздің личный информацияларыңызды и удостоверение личностьтарыңызды беріп өттіңіздер. Енді екінші верификацияны өту керек. Ол жерде бұл жерде жаңағыдай адресіңізді, жаңа қосымша тағы бір-екі заттар керек и солай өтесіздер. Тек бұмен ғана мерчант беріп қоймайды. P2P'дің ішінде профильге қайта кірейін. Міне, екіншісі мына жердегіні транзакцияны 300-ге дейін жеткізсеңіздер. Екінші шарты. Және үшінші шарты кошелектеріңізге міндетті түрде BUSD, яғни BUSD деген стейбл койнды алып кошелектеріңізге салып қойып қоясыздар. BUSD деген монетаны, яғни стейбл койнды алып и кошелектеріңізде тұру керек. Мерчантқа өтіп болғанша. Так, алла қаласа менде ақша болып жатса, осы Binance'ға жаңағы 30 неге жеткізіп тағы да көрсететін боламын. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде телеграмға шығыңыздар немесе комментарий жазыңыздар. Мен міндетті түрде қарап жауабымды беретін боламын. Көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Шерәлі Инвест.